Sadedingizler. Nazarlarınızga alаңның көк бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 19 жеңіс, 7 жеңіліс. Оның бойы 182 сантиметр, салмағы 70-те 300. Salvador қаласы, Бразилия мемлекеті. Senhoras e senhores, conheça o lutador representante do Brasil, Valmir Lazaro. Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 7 жеңіс. Оның бойы 185 сантиметр, салмағы 70-те 300. Еліміздің елордасы Нұр-Сұлтан, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Магомед Кабардиев. Orada ереже сақтаймыз, ереже бойынша 3 раунд 5 минутта. Ардақты жанкүйерлер, ендеше осы кештің екінші басты жекпе-жегі Комен Ивент, яғни басталды. Көпіршта Валмир Лазаро ең соңғы айқасын Шода Бразил лигасында 2019 жылы өткізген. Бұдан кейін ұзақ уақыт үзілістен кейін 8 бұрышқа қайта оралып отыр. Магомед Кабардиев осыған дейінгі жекпе-жегін бағана ғана атап өттік, осы Мальта лигасындағы соңғы айқасында жеңіске жеткен болатын. Қазір енді бірден Бразилиялық жауынгердің шабуылы. Кабардиев өз орнында. Сағыныға осы Магомед Кабардиевтің бір басын ұстарын, қандай деп сұрақтар едіңіз? Магомедті өте Дагестан Махачкала Дагестаннан қазір соңғы жылдары Диас комплектта төбет топ-тем клубында Нұр-Сұлтанда енді өзіңіз көріп тұрсыздар, рекорды 7-0 қалмаған. Күресуде қолда, аяғы да жақсы бұл баланы. Таза аралас жекпе-жек жауынгері бар. Валмир Лазаро негізі қалты шабуыл жасады және бірден қарсысын белінен қапсыра шақап алған Лазаро портфельге ауыстыруға жасап көрмек. Кабардиев оған еркін көрді. Іс-қимылынан үрей байқалмайды ешкім. Лазаро аса тәжірибелі деді және бұған дейінгі UFC өткізген жекпе-жектері бар. Демек, өз уақытында аса ең жоғары дәрежелердің бірі болған, әрине осы 36 жасына қарамастан біршама тосылған свою команду, всех тех, всех болельщиков, кто по ту сторону смотрит видео кадры екен. Қазіргі уақытта. Посмотреть разведка, что может заряжаться на удары. В целом оценить ситуацию, почувствовать того, расслабиться, чувствовал. Кабардиев жас. Я 26 жасында ол осы Что, я думаю, я заслужил, да, там бонус? қарсыласпен кездесу. Нурбек Агай. Нурбек Жек шығар қазір. Мой бонус, да? Чек. Позициялық белдесу ешкім басын шықты деп айта алмаймыз. Түріші ескертуін жасады. Бразилиялық жауынгерге Лазаро шабуылдауда. Шабуыл өтінде Лазаро. Кабардиев қазір бірлі жарым соққылармен көбінесе. Өте тамаша. Қауіпті негізі. Лазаро жылдамдық жағынан бәлкім кейіндеу шығар Кабардиев. Салыстырғанда, бірақ қауіпті. Әрбір сәтте екі бірдей соққымен жауап қаттап тізені іске қосып көрді.
Функционалды тұрғыда бұл бразилиялық спортшылар өте мығым шымыр келеді. Оны баса айтуымыз керек. Көрдің бе нокаутты? Нақты бір жоспарды орындап жүрме қазір, әлде жоспар іздейтін бір жол іздеп жүрме. Көз алар Жаңа өзің жасы Лазар 36-та ғой деймін. Енді бұл енді Кабардиевтің тактикасы ғой, маған шашатуға кішкене жұмыс істету керек, қимылдау керек қарсыласы. Сондықтан Кабардиевте өзі қимылдап көрдіңіз ғой, солға, оңға несі тұрмау керек бір орында. Міне осылай жұмыс істету керек қарсыласын. Мен ойымша бұл қазір бірінші раундта асықпай, осылай кішкене қарсыласын. Міне шынтақ кетті. Шынтақ өте қауіпті. Кабардиевтің орындауындағы Лазаро дәмін тапты бір-екі мәрте. Енді сынады ғой. сақтықпен ұмтылатын сияқты алға қарай. Кабардиев қолын түсіріп, еркін ойғастап жүр қазір. Бірақ осындай бір ауыр соққыға ілініп қалуы мүмкін ғой. Шындығында Лазароның орындауында. Дегенмен енді 26 жекпе-жектің аты 26 жекпе-жек. Аса тәжірибелі. Жақсы, тамаша. Ол менде Енді Кабардиевтің міне жақсы, ардақ жанкүйерлер және қандай тамаша. рефресіз. Шынтақпен дейін, шынтақпен. Шынтақпен, білеге шынтақпен. Осы сәт күтіп жүргендей болды. Кабардиев, және еш қиындықсыз. Өткенмен осы деген. Қазір қайталап көрсек. Бұл шындығында жаһандық деңгейдегі осы ММА пабликтарына кесіп алып. Әдемі нокаут. Әдемі нокаут. Найза 38 түрлердің нокаут. Кешке бүгінгі нокауты. Найза 38 нокаут. Және осыған дейінгі баспасөз кешінде Лазаро егер жекпе-жектен кейін өзінің бас киімін Кабардиевқа сыйға тартқан еді. Сондықтан қазір сол рәсім көріп тұратын шығармыз, бәлкім. Есіне келсе? Енді Лазароның өзі есіне келсе? Иә, Лазароның денсаулығы қалыпта деп ойлаймыз. Бұл енді спорт. Аралас жекпе-жек. Оңға не жоқ қой бұл? Олай емес, Лазаро үшін қазір өте ауыр нокаутқа тап келді. Жан деген дәу еді ғой. Ахмет отырып болды ма? Қазір енді жеңімпаздың қуаныш 25, 28, 29 болсын. қойдың қуанышқа деген сәті лайықты. Кабардиев болашағынан зорын күттіретін азамат. Және осы салмақ дәрежесінде ертең титулды бір айқасқа сұранып тұрған жігіт. Қазір тағы бір мәрте қашан көрейік. Өте тамаша. Ол қолын төмен түсірді. Бидің элементтеріне тән қимылын жасады да, дәл сол қолымен соғысты орындады. Білегі емес шынтағы. Бразилиялық қолын үйшінің деген сұрақ ендеше бәлкім ойлаған шығар. Қысқа ғашық соғып жүргенім деп, алға ұмтылып бір сұғын жасауға тырысқандай болды Лазаро. Кабардиев жеңісімен құттықтайды. Көзінен суақтың өтті. I hang out tough, I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back. AK-47, now nigga stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you, then dance to this motherfucking music. Orası uzak şey de gel. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close.
me see how you get low. When the pimp's in the Все, давайте, да. Куртан қайда? drop it like it's hot. Все, давай. Like it's hot. Pigs try to get at you. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. If a nigga get at Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекті рефери Кабдиев бірінші раундтың 4-ші минуты мен 55-ші секундында тоқтатты. Нокаутпен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Магомед Кабаев!